Франция туралы айтқанда, сіздің ойыңызға не келеді? Зәулім Эйфель мұнарасы ма? Әсем Шанс-Элизе даңғылы ма? Дәмді тағамдар ма? Әлде сән әлемі ме? Баршаңызға сәлем. Бүгінгі бейне жазбамызға қош келдіңіздер. Соңғы жылдары Еуропа экономикасы әлсіз болып, әр елге әртүрлі деңгейде әсер етуде. Еуроаймақтың статистикалық бюросының мәліметтеріне сәйкес, 2024 жылдың 4-ші тоқсанында Еуроаймақтың ішкі жалпы өнімі небәрі 0,1% өсіп, нөлдік өсімнің алдын алды. Бүгін біз Франция экономикасына назар аударып, бұл елдің қандай қиындықтарға тап болғанын және оның терең себептерін қарастырамыз. Осы талқылау барысында сіздер де ойлануларыңызға болады. Осы мәліметтерді ескере отырып, сіздің пікіріңіз қандай? Соңғы жылдары пандемияның салдары, жеткізілім тізбегінің проблемалары және халықаралық жағдайдың тұрақсыздығы Еуропаның жалпы экономикалық өсу қарқынын баяулатуды қалыпты жағдайға айналдырды. Мәліметтерге сәйкес, Германия экономикасы әлі де бәсекеге қабілетті болғанымен, айтарлықтай қиындықтарға тап болуда. Ал Франция соңғы жылдары бірқатар күрделі сынақтарға ұшырады. Мысалы, Франция орталық банкінің басшысы Франсуа Вильруа де Галло жақында берген сұхбатында Францияның белгілі бір экономикалық әлеуетке ие екенін, бірақ сонымен бірге құрылымдық мәселелердің бар екенін атап өтті. Соңғы статистикалық деректерге сәйкес, Франциядағы жұмыссыздық деңгейі 7-8% аралығында. Бұл ақш, Германия және Ұлыбритания сияқты дамыған елдермен салыстырғанда жоғары, бірақ соңғы жылдардағы ең жоғары деңгейден төмендеген. Ал инфляция деңгейі соңғы 4 жылдағы ең төменгі көрсеткішке жетті. Жалпы, бүкіл Еуроаймақ бойынша инфляция деңгейі 3%-дан төмендеп, бұл 2024 жылдан бастап Еуропа орталық банкінің экономиканы ынталандыру мақсатында 6 рет пайыздық мөлшерлемені төмендетуіне себеп болды. Келесіде Францияның сауда және кәсіпкерлік қызметінің жағдайын қарастырайық. Кеден мәліметтеріне сәйкес, 2023 және 2024 жылдары Францияның сауда тапшылығы қысқару үрдісін көрсетті. Бұл негізінен энергетикалық экспорттың өсуіне байланысты. Айта кететін жайт, 2024 жылы Францияның электр энергиясын таза экспорты 2002 жылдан бері ең жоғары деңгейге жетті. Алайда алғашқы көрсеткіштер экономиканың кейбір оң үрдістерін көрсеткенімен, 2024 жылдың 4-ші тоқсанында жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 0,1% тармаққа төмендеді. Ал 2025 жылдың бірінші жартысында тек 0,2% өсуі болжануда. Бұл техникалық рецессия шегіне жақындағанын көрсетеді. Сонымен қатар Париждің CAC 40 индексі өткен жылы Германияның Франкфурт индексіне қарағанда айтарлықтай артта қалды. Кәсіпорындар тұрғысынан алғанда 2024 жылы Францияда шамамен 66 мың кәсіпорын банкротқа ұшырап, тарихи рекорд орнатты, ал бұл көрсеткіш болашақта одан әрі артуы мүмкін. Louis Vuitton компаниясының акциялары соңғы бір жылда 24%-ға төмендеді, ал Michelin компаниясы 2026 жылға дейін Франциядағы 2 зауытын жабуды жоспарлап отыр. Осы жағдайларды ескере отырып, кәсіпорындардың осындай ауыр күйде болуы сізді алаңдатады ма? Макроэкономикалық көрсеткіштерден бөлек, Франциядағы халықтың тұтынушылық нарығы да біртіндеп өзгеруде. Жақында Le Figaro газеті жүргізген сауалнамаға сәйкес, сұралғандардың 80% тұтыну деңгейін төмендетуге мәжбүр. Себебі соңғы жылдары бағаның тұрақты өсуі халықтың сатып алу қабілетін айтарлықтай әлсіретті.
Жылжымайтын мүлік нарығына келетін болсақ, 2016 жылдан бастап тұрғын үй бағасының индексі тұрақты түрде өсіп келеді. Бірақ ипотекалық несие мөлшерлемелерінің күрт өсуіне байланысты баға төмендей бастады. 2024 жылдың тамыз айындағы есептерге сәйкес, өткен жылы тұрғын үй сатылымы шамамен 20%-ға төмендеді. Ал жылжымайтын мүлік агенттіктерінің жабылу саны 2 есе өсті. Бұл, сөзсіз, халықтың активтері мен тұтынушылық сеніміне кері әсер етті. Автокөлік нарығы да ауыр дағдарысқа ұшырады. 2024 жылы Франциядағы жаңа көлік сатылымы өткен жылмен салыстырғанда 3%-ға төмендеді. Ал үй шаруашылықтарының жинақтау деңгейі пандемияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда 3%-дан 4%-ға дейін жоғарылады. Бұл халықтың болашақ экономикалық перспективасына деген сенімсіздігін көрсетеді. Франциядағы саяси экономикалық жағдайда кәсіпкерлер мен азаматтарға белгісіздік әкелуде. 2024 жылы Францияның бюджет тапшылығы Еуроодақтың белгіленген лимитінен әлдеқайда асып түсті. Үкімет ішінде бірнеше рет саяси дағдарыс орын алып, тек 2025 жылдың басында ғана бюджет жобасы қабылданды. Алайда бұл шаралар бизнес ортаны тез арада жақсарта алмады. 2024 жылдың қазан айында жүргізілген сауалнама көрсеткендей, шағын және орта бизнес өкілдерінің 60%-ы инвестициялық жоспарларын кейінге қалдыруға немесе мүлдем бас тартуға шешім қабылдады. Бұл ішкі қиындықтармен қатар, Франция халықаралық бәсекелестікте де үлкен қиындықтарға тап болуда. Де Галлоның айтуынша, соңғы 30 жылда Еуропаның инновация мен өнімділік саласындағы артта қалуы жыл сайын экономикаға жүздеген миллиард еуро шығын әкелді. Дегенмен, барлық жаңалықтар теріс емес. Халықаралық валюта қорының болжамына сәйкес, 2026 жыл Еуропа экономикасының бетбұрыс кезеңі болуы мүмкін. Жалпы алғанда Франция экономикасы құлдырап кеткен жоқ, бірақ оның құрылымдық мәселелері мен сыртқы бәсекелестік қысымы күрделене түсті. Алдағы жылдары реформа мен экономикалық жаңғырту арқылы бұл қиындықтарды еңсеру мүмкін бе? Оны уақыт көрсетеді. Осы видеоны көргеніңіз үшін рахмет. Пікірлеріңіз болса, төменде бөлісіңіздер. Келесі бейнебаянда кездесеміз.